бірақ та айтып жатқанымдай ғой, өзінің тағдыры бар, өзінің жолы бар. Сол себептен әр нәрсеге өзі піспеу керек, өзі жете керек. Әсіресе ұл балалар. Қалай ойлайсың, сенің ойыңша бала ата-ана жақты болған дұрыс па, или самостоятельный болған дұрыс па? Өзі шешім қабылдай алатындай, өзінің бір ерекше ойы бар адамның қалыптасқан дұрыс. Өйткені бізде көбісі қоғамда айтып жатады ғой, бала әке шешесіне жақын болса, мамсік дейді. Бірақ менің ойым демек үйдің тамағына жақынсыз. Өзіңіз не пісіре аласыз? Не дайындай аласыз? Мен андай қамыр тамақтарды жасай алмаймын, тестаға жоқпын вообще. Бірақ андай қуырып пісіретін тамақтардың Мысалы, біреуін айтсаңыз. Макарон десе. Қуырдақ, жаңағыдай суға сала салатынысы, иә. Соларды жақсы жасаймын. Түсінікті. Жұлдызай, жалпы Дарина сенің құрбың. Кеше хабарластың ба Даринаға сенде? Негізі мен хабарластым. Неліктен бұндай себеп орын алды Даринаның келмеуіне? Реніш орны деп. Реніш бар дейсің ғой? Бар, әрине. Өйткені қыздардың өзі басынан келісіп алған. Бармаймын. Біреуі бармаймын десе, біреуі де бармайды. Сол үшін ер бала ол өзінің ой болу керек деп ойлаймын. Қыз бала, әрине қыз бала әке шешесінің кәдімгідей қатты ұстап, 18 жасына дейін ұстау керек, ал ер балаларды өзінің өмірін жіберу керек, ол өзі толық жасау керек. Түсінікті. Содан Сол 2020 жылы карантинде кішкене андай депрессия болып, кішкене өзін жоғалтып, не істерімді білмей қалған кезде, үйден білмеймін, каким-то образом бір психологический кітапты тауып алып, ішім пысқаннан ғана оқып бастаған негізі. И содан бері негізі кітап оқуға, жалпы психологияға қызық бастадым. Кір жуу ма, әлде үй жинау ма? Үй жинау. Үйдің тамағы ма, әлде сырттан ішіп келген тамақ? типа Дарина ұйымдастырған үшін ол басында ол ақшада емес мәселе. Бартер туралы болды мәселе. И бартерді шешкен кезде көбісі жіберген жоқ. И сөйтіп бармаймыз деп шешті. И одан кейін көп мәселелер шығып кетті. Енді мен ойлаймын, адамды бөліп жару. Ал Аружан мен Әсел ұйымдастырған кезде бармайтынның бәрі барып кетті. Если честно, мен ғана плюс болып қалып қалған. Барам дедім ба, значит барам. Мен бардым. Мен кім ұйымдастырса да баратын едім. Өйткені Айшырақтың көңілі үшін да, мысалға. Қыздар просто бөліп жарды деп ойлаймын.